тағамдары, жиһаз, киім-кешек, тұрмыстық бұйымдар. Яғни күнделікті өмірге қажетті кез келген зат өзімізде жасалады. Бағасы мен сапасы қандай? Импорттық тауарларға бәсекелес бола ала ма? Қазір бірге зерттейік. Қайсысы Қазақстаннан шыққан өнімдер? Осылардың бәрі Қазақстан шыққан өнімдер. Эльмира Ғинаятқызы отандық өнімді жөн көретіннің бірі. Күнделікті ішіп жейтін тағамаларда таңдауы Қазақстанда жасалған деген белгісі бар тауарға түседі. Әсіресе өзімізде шыққан өнімдер өзгеге дес бермейді дейді ол. Мен әрдайым Қазақстаннан, соның ішінде Маңғыстаудан шыққан азық-түліктерді алуға тырысамын. Сүт, айран, сүзбе, шұжық, қаймақ, май, су. Осы өнімдердің бәрін Қазақстаннан шыққан түрлерін аламын. Өзіме де отбасыма да ұнайды, дәмі де сапасы да өте жақсы. Жалпы Маңғыстауда сүт өнімдерін шығаратын зауыт саусақпен санарлық. Бірақ аз болса да саз. Себебі сүт, ірімшік, құрт сияқты ағарғанның түр-түрін дайындайды. В сутки у нас выпускается от 10 до 17 тонн. Біздің зауытта сүт өнімдерінің 7-8 түрі әзірленеді. Тәулігіне 10 тоннадан бастап 17 тоннаға дейін сүт өнімдерін дайындаймыз. 2 қала мен 5 ауданды түгелмен қамтып отырмыз. Көтерме, жекелеген сауда дүкендері, көпшілік тамақтандыру орындары мен кәсіпорындарға да жөнелтеміз. Негізінен ішкі нарықты қамтимыз. Шикізатты Беларусь елінен алдыртамыз. Жаңа инновациялық құрал-жабдықтармен жұмыс жасаймыз. Барлығы автоматтандырылған жүйеде жасалады. 500-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Мамандарымыз құрылғылардың дайындап берген тағамдарын ғана қадағалап тұрады. Зауыттағы құрылғылардың барлығы өнімді белгіленген көлемде әзірлеп береді. Қажеттілердің барлығы мөлшермен қосылады, яғни құрамына қарай. Мамандардың айтуынша негізінен құтыны тазалау, дайын өнімді құю процесін қадағалап тұрған абзал екен. Жуып тазаланған бөтелкелер шаң-тозаңнан арылу үшін арнайы кварц құрылғының астына жіберіледі. Содан соң бөтелкелер айран құю пунктіне келеді. Бұнда салмағына, мөлшеріне қарай айран құйылады. Айран құйылып болғаннан кейін, салмағы барлығы шыққаннан кейін барып, мына аппаратқа келеді. Аппаратқа келгеннен кейін қақпақтарын жауып, ары қарай өтеді. Өткеннен кейін барып, мына датасын басып, күнін қойып, одан кейін барып, мына этикетке жабыстырады. Этикетке жабыстырып, дайын өнімді мына аппаратпен қаптайды. Міне біздің айранымыз дайын, енді дәл осы нүктеден облыстың түкпір-түкпіріне жіберіледі. Дайын өнімнің сақталу мерзімі 15-20 күн. Зауыт санға емес сапаға мән береді. Себебі нарық заманының басты талабы тұтынушыларды жоғалтып алмау. Сондықтан кез келген өнім арнайы зертханада 7 рет өлшеніп, 1 рет кесіледі. Оператор қыздар дайындаған өнімдерін алып келеді. Біз таңертең келген бойдан кефирді қараймыз бірінші. Стаканаға қойып, мына қоюлығын мысалы, мына қою. Мысалы, мынау грибковый сүттен өнімнен дайындалады. Таңертең келгеннен кейін мынадай. Бұл майлылығын? Иә, мынау майлылығын несін тексереді. Майлылығын, сосын қоюлығын қандай недегі pH метр дейді мынаған енді. Иә, мына тексереміз мінекей. Температурасы міне кефирдің таңертең келіп қарағанда температурасы 21, негізі ұйтқан кезде 26 болады. Негізі 12 сағатта ұю керек қой бұл. Қазір нормаға сай температурасы 21, pH метрі 4-4 болу керек. Мінекей 4-4 болып тұр, температурасы 21 болып тұр. Қаймақты да тексереді. Содан кейін қаймақты қараймыз қазір. Бұда сметана нормаға сай, температурасы 12, pH метрі 4-6 нормаға сай келіп тұр. Осылай тексереміз, халыққа өте пайдалы өнімдерді дайындаймыз. Сүт өнімдері қай кезде де қажетті тағамдардың қатарында болған. Тіпті көш басында. Ғалымдардың айтуынша денсаулыққа тигізер пайдасы да ұшан теңіз. Шөлді басып, құрамындағы ақуыз күш қуатты арттыратындығын есептемегенде ас қорыту жүйесін реттеп, артық салмақтан арылуға да септігін тигізеді.
шұбаттың да шипасы шаш етектен. Түйе сүтінен дайындалатын сусын 1001 ауруға ем. Өңірде Ойсыл қара төлінің үстінен түрлі өнім дайындайтын зауытта бар. Бүгінде Сайын Шапағатов ауылындағы кәсіпорынның өніміне сұраныс көп. Верблюжье мы закупаем у местных ферм. Түйе сүтінің құрамында май, ақуыз, минералдық заттар өте көп. Бұл өз кезегінде ағзаға пайдалы. Негізгі шикізат түйе сүтін жергілікті шаруалардан сатып аламыз. Аптасына 10 тонна өнім дайындаймыз. Бұл зауыттағы 70 қызметкердің еңбегі. Жаз мезгілінде бұл көрсеткіш артады. Түйе сүтінен шұбат пен шалап жасаймыз. Биыл түйе сүтінен балғаймақ, құрт, био-йогурт дайындауды жоспарлап отырмыз. Түйе сүтінен дайындалған өнімдер дәл осы қоймадан облыстың аудан қалаларымен, сондай-ақ Атырау және Ақтөбе облыстарына жіберіледі. Сонымен қатар зауыт болашақта Маңғыстаудан шығатын отандық өнімді Қытай, Ресей және Еуропа елдеріне экспорттауды жоспарлап отыр. Зауыт шұбатпен қатар сиыр сүтінен айран, ірімшік, құрт жасайды. Міне дайын өнім Қазақстанда жасалған. Это у нас сметана, биосметана 20%. Қаймақтың майлылығы 20%. Консервант, стабилизатор қоспаймыз. Ананас, құлпынай дәмі бар йогурттарды әзірлейміз. Балаларға өте ұнайды. Өнімі халыққа ұнайды. Кәсібі мемлекетке пайда келтіріп отыр. Жалпы отандық өнім өндірушілердің қай-қайсы да ел экономикасын дамытуға сүбелі үлес қосады. Ресми дерек бойынша Маңғыстауда 52 мыңнан аса кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Қазіргі таңда, яғни ағымдағы жылдың 1 наурыздағы жағдайы бойынша облысымызда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 52.677-ні құрап отыр. Оларды енді салаларға бөліп қарайтын болсақ, бұның басым бөлігін, яғни 35%-ді сауда-саттық, яғни көтерме сауда мен бөлшек сауда үлесін құрап отыр. Сонымен қатар өнеркәсіп 4,1%, және құрылыста 6%, ауыл шаруашылығына 5,1% жатады. Жалпы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының бұл халықты жұмыспен қамтудағы үлесі зор. Сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен 2018 жылдың 9 айының нәтижесі бойынша 792 миллиард теңгеге өнім өндірілген. Бұл жалпы ішкі өнімдегі үлесі 21,8%. Бұл көрсеткіш әлде артуы мүмкін. Себебі соңғы уақытта өңірде бизнеске бет бұрғандар көбейіп жатыр. Іс бастаймын десең ешкім бетіңнен қақпайды. Жеңілдікпен несие беріп, кәсібіңді өркендетуге де әзір. Осы тұста маңғыстаулықтар жеңілдікпен деген сөздің астын сызып, екпін беріп айтса әбден болады. Өңірде Нұр Капитал бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Кәсіпкерлікке 1%-бен несие беріледі. Бұдан артық қандай жеңілдік болуы мүмкін? Тек ширақ қимылдап, шарапатын көру әр адамның өз қолында. Жалпы бизнес бастаймын деген адамға қазір қолдау көп. Өткен жылда 2018 жылы біз 1056 адамды оқыттық бастау бизнес жобасы бойынша. Оның министрлік тарапынан және орталық біздің кәсіпкерлер палатасының қойып отырған талаптарына сәйкес 20%-ын өзінің кәсіпкерлерін ашу керек деген талаптар қойылған. Біздер 2018 жылға 34%-ға жеткіздік оны, ол жақсы көрсеткіш. 344 адам өзінің жаңағы бизнес жобасын ашып, бизнес жобасын ашу деген ол нақты бизнес жобасын қорғау, содан соң соны әртүрлі қаржы институттары арқылы қаражатын алып бизнесін бастау. Ол аяқталған жоба болып есептеледі. Қазіргі таңда енді біздің Маңғыстау өңірі бойынша айтатын болсақ, ендігі әсіресе бірінші қатарда тұрған бұл өнеркәсіп өнім. Өнеркәсіп тауарларды жаңағы осы жергілікті кәсіпкерлермен шығару өте маңызды мәселе. Себебі біздер Маңғыстау өңірі шикізаттық өңір болып есептеледі. Сондықтан осы өнеркәсіп саласындағы тауарларды шығару өте маңызды және перспективалық бағыт болып отыр бүгінгі күнге. Мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер де өзінің қолдауын тауып, әсіресе соның ішінде түйе бағатын кәсіпкерлеріміз қазір көбейіп жатыр. Бұл былайша айтқанда шағын бизнеске жатады және үй шаруашылығына жатады. Қазіргі таңда осы түйемен айналысамыз деп отырған кәсіпкерлеріміз 2018 жылдың қорытындысы бойынша айтатын болсам,
27 жоба осы бағытта іске асырылған екен. Оның барлығы тек қана біздің мына Атамекен микронесиелік ұйымы арқылы қаржыландырылған мекемелер. Қазіргі таңда мына халықтың арасында, өзіңіз білетін шығарсыңыз, халықтың арасында да мына Қазақстанның тауарлары көбірек сұранысқа ие болып отыр. Ол жағын тұрғындардың өздерінен сұрап көрейік. Халық не дейді? Только казахстанскую. Петропавловское молоко, масло Бябовское. Әсіресе Маңғыстауымыздан шығып жатқан сүтіміз шетелдің, мысалға Ресей елінен келіп жатқан өнімнен әлдеқайда сапасы мықтырақ. Өзіміздің өнімге не жетсін? Шетелдің өнімнен өзіміздің өніміміз пайдалы ғой. Түйенің сүті дегендей жаңағы. Отандық тағамдардан сатып аламыз. Вот на базаре была, я покупала короны наши, Цесна, продукты макароны очень вкусные. Колбасу, халял, например, куры тоже. Отандық өнімді қолданамын, мүмкіндігінше бар. Павлодардікі болсын айтыр, Қазақстанның, Маңғыстаудікі болса, Маңғыстаудікі. Именно каждый день употребляю одежду, мясные продукты, молочные продукты и обуви. Иә, аяқ киім демекші. Қазақстанда аяқ киім де шығарылады. Тараз, Шымкент, Алматыда. Бұл қатарға біздің Маңғыстауда кіреді. Отандық өнім сапасы жағынан шетелдік үлгілерінен еш кем түспейді. Жалпы жеңіл өнеркәсіп, сұраныс жағынан азық-түлік тауарларынан кейінгі екінші орынды еншілеген. Швейно-обувного производства немножко отличается, поэтому... Біз аяқ киімнің ыңғайлылығына, сапасына, әдемілігіне мән береміз. Әйел және ер адамдарға арналған мокасиндер тігеміз. Әрдайым аяқ киім әлеміндегі жаңашылықты енгізуге тырысып жүрміз. Дайын өнімді Қазақстанның түкпір-түкпіріне жіберіп жатырмыз. Көрмелерге де қалмай қатысамыз. Тапсырыс көп. Нарықта жұмыс жасап жатқанымызға биыл 25 жыл. Фабрика жылына 70 мың дана аяқ киім тігеді. Өнімнің әр бөлшегі бір топ маманның қолынан өтеді. Бәрі технологияны, итальянский технологиямен жұмыс жасаймыз ғой. Сол себептен бізде де барлық зат жетеді. Обувной цех деген 3 бөлімнен тұрады. Закройный цех, сосын заготовочный цех, сосын сборочный аяқ киім жинайтын цех. Бізде қазір енді аяқ киімде бізде нитевой бар қазір. Шүкірміз, жылдан жылға новый технологияларға көшіп жатырмыз. Мекеме балаларға арналған ортопедиялық аяқ киім де тігеді. Бәрі баппен жасалады. Цехта тігілетін әрбір аяқ киімге жіті мән беріледі. Әсіресе кішкене балалардың аяқ киімі ерекше тігіледі екен. Мәселен, мына ортопедиялық аяқ киімді алып қарайық. Сапалы тері аламыз, балалардың аяқтары ауырмау үшін. Бәр затқа мән беріп жасаймыз. Оның әр қайсының тартылуы, оның ішіне салынатын ішке, сыртқы барлығы натуральный. Сондай-ақ мектеп формасы, спорттық киімдер және дәрігер, мұнайшы, әскери мен темір жолшыға арналған киімдер де осы фабрикадан шығып жатыр. Яғни алыстан арбалаудың қазір еш қажеттілігі жоқ. Мұнайшыларға летный костюмдер тігеміз, күніне 70 штук шығарамыз. Зимний костюмдер болса 50 штук шығарамыз. Тіккенде ең бірінші сапаға мән береміз. Ол біздің басты ұранымыз. Бастап запуска жасаймыз, содан біреу карман заготовка жасайды, біреу воротник заготовка жасайды, біреу заготовка жасалған карманды қондырады, біреу жинайды, бешіпке қосып, біреу воротник дайындайды, манжет дайындайды, шалбардың поясын дайындайды. Мына костюм эмбомнайға тігіліп жатқан костюм, зимний костюм болады. Ішінде мынандай кнопкалары бар, резинкасы юбка деп айтады. Мына жағына жел гулемеу үшін саламыз да, мынандай қылып. Кнопкасымен, синтепонмен тігіледі. Бірінші подкладкасын сырып дайындап аламыз. Содан кейін мыналардың верхнайларын дайындаймыз. Жаңа запуска жасағанда бірінші мына кармандарды дайындайды. Вентиляция деген болады. Артынан жел келіп тұру үшін мынаның бәрі тесік болады. Жаздың күнге киетін костюм. Вентиляциясынан мынандай жеріне де вентиляция саламыз. Ол тапсырыс берген клиенттің айтқанына байланысты істейміз. Ұзын халат десе, мынау 01 адемізді модельдеріне байланысты. Жағасымен бердесе, жағасымен береміз, жағасы жоқ бердесе, жағасы жоқ ол алады. Өте жақсы качествосы, мына жерде резинкамен. Бұл да жаңа тапсырысқа байланысты. Кейбіреулер мынандай жеріндегі тегіс қыл десе, тегіс қыламыз. Тесма салмаймыз. Отандық фабрикалар өнімін тұтынатын жандардың бірі Сания Саталиева. Үй киімінен бастап жұмыс киіміне дейін бәрі қазақстандық екен. Өзіме ұнайды, өте жайлы. Жейдемде солар осы Ақтау қаласындағы дизайнермен тіктірген киім. Өзімнің қалауым бойынша. Сауда орындарына барған кезде өзіме отандық бұйымдардан киім таңдауды ұнатамын.
тіпті үйге киетін киімдерімді де сол отандық дизайнерлердің ұсынған өнімдерін алуға тырысамын. Өзімнің туыстарыма да сол отандық дизайнерлердің ұсынған бұйымдарынан сыйлық жасауды ұнатамын. Осылай өзімнің Қазақстанда шыққан өнімдерді қолдауға үлес қосып жүрмін деп ойлаймын. Әсет Арзен де осындай ойда. Отандық киімді алғанды құп көреді. Қызылорданың жейдесі, Шымкенттің шұлығы, Маңғыстаудың аяқ киімі. Бағасы мен сапасы жағынан шетелдік өнімді басы бозбаса кем түспейді дейді ол. Тауардың өндірілген жеріне, қайда өндірілгеніне ең басты назармен қараймын. Себебі онда ол тұтынушы үшін өте маңызды болып табылады. Мен сол жерде бала күннен әлі күнге дейін бір әдет десем де болады. Сол қарау арқылы өзім ыстық бір күйге бөленем. Себебі сыртында Қазақстанда жасалған деген жазуды көрсем, одан сайын бір ерекше бір күйге бөленесің. Себебі өзің еліңде осындай дүниелердің, сондай киімдердің, сондай тауарлардың жасалып жатқанына өте бір қуанасың да. Жақында естідім, және де Атырау қаласында мына түйе және қой жүнінен өндірілетін жылы қыстық киімдер. Ол тағы да бір жақсы жаңалығы. Қазақы нақышта ата-бабаларымыз киген киімдерді қайтадан дәріптеп, бөркі, малақай сынды киімдерді қайтадан олар тігіп қолға алып жатыр екен. Сондай жаңалықтар естіп өте қуанып отырмын. Вот ваш покорный слуга сидит в костюмах казахстанского производства. Могу вам показать. Вот. Казахстанская легкая промышленность. И туфли у меня тоже казахстанские. Видишь, я полная реклама для нашей легкой промышленности. Ну, еще Осет, наверное, да? У тебя тоже, ну, встань. Вот. Чем хуже казахстанский костюм? Нағыз патриоттың таңдауы қазақстандық өнім болары сөзсіз. Иә, әзірге отандық тігіншілердің қолынан шыққан киім-кешектің түрі аса көп емес. Бірақ бұл ретте мемлекеттік қызметкерлердің жолы болып тұр деуге болады. Қазақстанда кеңсеге арналған киім тігу қарқынды дамып келеді. Тіпті Шымкентте осы бағытта жұмыстанатын ірі зауыт бар. Бұл қатары ақырындап толығып жатыр. Қуантатыны соңғы жылдары еліміздің басқа да өңірлерінде алып кәсіпорын болмаса да, шағын тігін орталықтары мен цехтар көбейе бастады. Бұл атақты Армани, Дольче Габбана, Гуччидің костюмдері емес. Өзіміздің қазақстандық жас кәсіпкер Сәкен Қаржаубаевтың тіккен киімдері. Импорттық тауарлардан кем түспейтін өнімдер нарықта өз тұтынушысын тауып үлгерген. Біздің тұтынушыларымыз, олар студенттен бастап қарапайым, мұғалім немесе кәсіпкер, үлкен ірілі кәсіпкерлерге дейін де бара береді. Сондықтан да барлық адамдардың қалтасына қонымды деп айтуға болады. Біздің өнім мамыр айының 25-інде, яғни 2015 жыл мамыр айының 25-інде шыққан болатын, ең бірінші жарық көрген уақытта. Ол кезден бері қаншама үлкенде ірілі кішілі тапсырыстарды алып жатырмыз. Мәселен, бізде тарихи оқиға деп айтатындардың бірі ол 2017 жылы өзімізде өткен Астанамызда, елордамызда болған Экспо 2017. Сол жердегі қаншама өнер адамдарын біз киіндірдік. Туған елдің қадірін жырақта жүргенде білесің демекші Сәкен бұл кәсіпті шетелде жүргенде ойға алған. Өзгенің қаңсығын таңсық қылғанша өзіміз шығарайық деген мақсатпен бастап кеттім дейді ол. Жобасын мемлекетте қолдаған. Кәсібіміз 2015 жылы құрылғаннан кейін 2016 жылы тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге үлкен бір бағдар беріп жіберді десек болады. Өйткені өзінің халыққа жолдауында Қазақстаннан шығарылатын тауарлар 4 түрлі қасиетке ие болу керек дейді. Ол біріншісі арзан, екіншісі сапалы, үшіншісі әдемі, төртіншісі ыңғайлы. Осы 4 сапаға ие болсаңыздар, сіз бүкіл әлемдік нарыққа емін-еркін шыға аласыздар, кез келгеннің орнын басып ала аласыздар деген айтқан болатын. Осы қағиданы ұстану арқылы біздер елбасымыздың бізге айқын айтып берген жоспарымен келе жатырмыз десек те болады. Арманым бұл біздің қазақ деген логотипті
яғни қазақ атауын бүкіл әлемге шығару. Қазір кәсіпкер ерлерге арналған костюм шалбардың түр-түрін тігіп қана қоймай, былғардан әмиян, белдік, сөмке де шығарады. Біз олардың жасалу жолымен танысып көрдік. Былғарлардың барлығын біз алдын ала дайындаламыз. Телефон нөмірлеріміз көрінген визиткамызды осылай ең соңғы нүктесін қою арқылы ішіне саламыз да тапсырыс берушіге жөнелтеміз. Міне біздің Маңғыстаудан, Қазақстаннан шыққан отандық өнім 100% экологиялық таза және табиғи былғарда жасалған. Сәкен, жалпы мұндай әмиянды жасау үшін неше күн кетеді, тапсырыс беруші қалай күтеді? Бұл тапсырыс берушінің талғамына байланысты кейде жылдамдыққа жұмыс жасасақ 1-2 сағаттың ішінде де бітіруге болады, немесе бұны тіпті 2 күндеп, 3 күндеп, немесе 1 аптаға дейін де созылатын. Яғни талғамына байланысты жұмыс жасала береді. Дайын өнім тапсырыс берушіге жеткізіледі. Жалпы қазақстандық дизайнерлердің өнімдері қай кезде де сұранысқа ие. Кез келген адам зат сатып аларда ең бірінші соларды сұрайды екен. Тіпті кей дүкендер тек қана отандық өнімдерді сатуға бағытталған. Біздің магазиніміздің, дүкеніміздің жасап жүргеніне 3 жылдай болды. Біздің дүкенде тек қана Қазақстан дизайнерлерінің киімдері сатылады. Былай айтқанда, жылдан жылға сұраныс өте көп өсуде. Тек қана тұтынушылардың емес, дизайнерлердің де саны артуда. Күнделіктіге, жұмысқа, берекелік шараларға. Мұның барлығы қазақстандық дизайнерлердің өнімдері. Рахмет. Бұл менің таңдауым.